Бисмилля, 3-ші модульдің 2-ші сабағы, қыздар. 2-ші сабағы бізде транзакт анализ бағытындағы, транзакт анализ жайлы қазір айтып кетем. Менің 3 эго күйім. Эго дегенде біз эгоизм, анамны көреміз ғой, негізі сау эго, сау емес эго болып бөлінеді. Негізі барлық адамда эго состояниясы бар, бұл күйім, менің күйім, бірақ ол сау емес болған жағдайда жаңа эгоизм, өте бір бәрі маған деген сияқты нәрсе, мен деген сияқты нәрселер болып кетеді. Егер сау эго болса, онда кәдімгі сау самооценка сияқты дүние ғой бұл да. Сол өзіміздің ішкі күйіміздің 3 күйі бар екен. Я взрослый, мен ересек, мен ата-ана, мен бала күйі. Бұл Эрик Бёрн, психотерапевт, ғалым, бұл теорияны әкелген кезде әлі қаншама жылдар бойы психоанализе, транзакт анализінде бұл теория қолданып келе жатыр. Практикада да қолданып келе жатыр. Оны кәдімгі теориямен сызбалармен түсіндірген. Мысалға қарым-қатынаста ер мен әйелі, ері ата-ана рөлінде болғанда, әйелі бала рөлінде болады, немесе әйелі бала рөлінде болғанда, ері ересек күйінде, немесе екеуі де ересек күйінде, осындай бір рөлдер ауысып жаңағыдай қарым-қатынас жасайды. Бұл қарым-қатынасқа, адамдардың қарым-қатынасына транзакт анализ өте қажет. Белгілі бір топтардың бір-біріне, жеке адамның белгілі бір топқа деген анализбен жаңағыдай әрекеттеріне анализ жасау, осылай транзакт анализ деп аталады. Кітапта осылай берілген. Енді анализ жасау үшін біз алдымен ойланып, жаңағыдай мәселені ойланып, іс-әрекеттерді ойланып, әр түрлі контекстке сай өзіміздің әрекеттерімізді ойланамыз, ой елегінен өткіземіз. Осы жаңағы транзакт анализ жатады. Енді Эрик Бёрн 3 күй бар дедім, Бірінші, бала күйі жайлы айтайық. Бала күйі бұл біздің бала кездегі болған әртүрлі ситуация, әртүрлі контексттегі жағдаяттарға өзіміздің шығарған эмоциямыз, эмоционалды күйіміз, ішкі сезімдеріміз. Сол жерде болды, бала кезімізде. Ересек болып үлкейген кезде, сол сияқты ситуациялар, сол контекстте, сол тематикадағы ситуациялар шыққан кезде, сол бала күйіміз шығып отырады екен. Шығып отырады. Есейген ересек адамдар качеля теуіп жүргенін көрсеңіз, қарап соны түсіне беріңіз. Енді бұл жерде мысал келтірем. Қазір ең бірінші бала күйіміздің 2 түрі бар. Сол туралы айта өтейін. Бунтовать ететін бала, бұзық бала, ол травмирование дейді, травма алған бала. Кішкентай кезінде, бала кезінде анасы ұра берген ба, жаңа тисе берген, папасы ұрса берген, еркелетпеген, мүлде мейірім көрсетпеген, уақыттар болмаған деген травма алған бала, іште солай бунтующий бала болып өседі. Өспейден ішкі бала күйіміз болады. И ол бала өседі, үлкен болып ересек болады, бірақтан сол ішкі күйі сол бунтовать етіп шығып отырады. Мысалға, қарапайым мәселеде деп айғайлап шу шығарып кету, немесе ренжіп қалу, қойшай ойнамаймен, қойшай сөйлеспеймен деп сияқты бала күйі осы әрекетте осындай бунтовать етіп шығып отырады. Бұл травма алған бала, бұл обида сақтаған бала, ол сондай ситуациялары сол кішкентай кезіндегі нәрселер шығып отырады. Мысал, бұған тағы да бір мысал келтірейін. Мысалы, ұйықтамады бала, ұйықтамай қойды. Анасы бір жерге кешігіп жатыр. Қатты ашуланды, мамасы көтенен салып ұйықта дедім саған деп салып жіберді. Немесе бір ол бала өсе келе, өсіп ересек адам болған кезде, болмашы бір ол кінәлі де емес. Нефтемі, бірақ өзін кінәлайды. Неге? Бағанағы ұйықтамаған үшін ұрды ғой, сол сезім қалып қойды. Мен не істеп қойдым соншақты, ол түсінбей қалды ол. Бала түсінбей қалды. Ана ұрды, ауырды, обидно сезім болды. Қатты бір ызалық сезім болды, қатты өкпе сезім. Мені жақсы көретін шешем, мені ұрып тастады. Білмеймін неге екенін деп бала жылады. Өксік болды, мына жерде тұрды. Есейді. Почему-то өзі түсінбеген нәрсеге өзін кінәлі санады. Өзін
нефтем о қатысы жоқ нәрсеге өзімен өзі ішінде мына миында арпалысып жатыр сол ой. Мен кінәлімін ба, мен не істеп қойдым, мен кінәлі сияқтымын, мен емес оны істеген, мен емес. Оған ешкім сенсін деген жоқ. Байқайсыздар ма ересек адамдарды? Кішкене анализ жасап көріңіздерші, байқайсыздар ма? Сонда ересек адамдар болады. Оған сен кінәлісің деген жоқ, бірақ мен емес оны жасаған жоқ деп өзін ақтап бастайды. Оған вообще қатысы жоқ, бірақ өз-өзін ақтап кетеді. Сол нефтем өзін ақтап кетеді. Бір конфликт болса да өз-өзін ақтай береді. Мен емес, жоқ деп. Енді келесі тағы да бір мысал. Екінші түрін айтпадым. Екінші түрі бұл жақсы, жұмсақ, жайдары, тыныш, позитивті бала. Бірақ бұның да бір минусы бар. Жаңағы тыныш баланың артында өзін қатты тұйықталып қалған балалар жатады. Удобный бала дейді ғой, тынышталып қалған. Немесе жақсы жағы бар тағы да. Бұл екі түрдің де екіге бөлініп кетеді. Жақсы жағы травма алмаған бала. Өте аз шығар. Шындық қой, аз ғой, өте травма алмаған бала аз. Бәріміз травма алдық бала кезімізде. Себебі ата-анамыз да өздері де сондай травмамен өскен балалар болды. Травма алмаған, жақсы, жайлы, сау психологиясы бар бала. Ішкі күйі, бала ішкі күйі. Жақсы өседі, жақсы ересек болады. Әр нәрседе өз эмоциясын көрсетеді, ойнайды, әзілдейді, развлечение, сауық сайран құрады, бәрі по планым жүреді ол бала күйімен жүретін ересектерде. Енді сол бала, жаңағы тұйықталып қалған баланы алайын, мысалға жақсы жағы, бунтующий емес, жақсы екінші түрі. Ол бала жұмыртқаны көрді, столдың үстіндегі. Бұл не? Сырты қап-қатты. Ішінде бұлқ-бұлқ етеді. Жарып көрейінші. Қызық, қатты және сұйық. Тақат жарды. Қызықты да, ішінде не бар бұның? Қызық қой, домалақ нәрсе. Киндер сюрприз сияқты, киндер сюрприз ішін ашсаң, ойыншық шығады. И бала хап жарды. Паластың бәрі пылш-пылш турецкий қымбат баласы кіріледі. Анасы жүгіріп келді. Неге оны тестің? Немесе айғайлады. Ужас, не істеп қойдың сен? Деп айғайлады. Паника жасады. И о бала есейді. Ересек болды. Өзі бір идея ойлап таба алмайтын ересек болды. Өзі бір идея жасай алмайды, себебі тәуекел ете алмайды ол нәрсеге. Себебі не? Обыкновенный зерттегісі келген нәрседен шошығып кетті ғой. Егер мен сол нәрсені үлкен ересек болып, сол нәрсені тәуекел етіп, изобретение жасасам, бір нәрсені ойлап тапсам, бір дүниені жұмыс жасапсам, бір курсты жасапсам, мысалға, жасап шығарсам, мені халық боқтайды, ұрсады. Немесе мені ата-анам ұрсады. Немесе маған бәрі қарсы шығады. Ой, бұл кімге керек, кімге қызық бұл дейді. Іштей, өзі солай критика жасайды, өз-өзін. Көріңіздер ма? Бұның қандай бір әсері бар. Бала күйіміз, ересек күйімізге солай қатты әсер етіп тұрады. Неге самооценка туралы айтылса да, жертва күйі айтылса да, тиран күйі айтылса да, осы бала состояниесіне алып келеді. Балалық кезеңге алып келеді психотерапевттер, психологтар. Вот осы балалық күй біздің әлде бір контекстімен байланысты шығып отырады, жаңа сезімдер, эмоциялар. Бейсаналды түпкі сана жақтан, ар жақтан, қой деп шығып отырады да. Ол дауны ұмытып кетті о бала, жаңағы анасының ұрысқанын, ұрғанын, или там көшеде біреу тиісіп кеткенін ұмытып кетті, бірақ почему-то қорқақтайды бір нәрседен. Қорқып тұрады. Кезінде тоқ соққаннан кейін адам бүйтіп тұрады, рефлекс болып. Сол сияқты сол әрекетке келген кезде аздап қорқытады. Енді тағы да кішкене тағы да мысал келтірейін, түсініктірек болу үшін. 7 жастағы бала мамасына келді. Мама, мына логикалық есеп шығара алмай жатырмын, давай маған көмектесші деп сұрады. И мамасы оның шаршап тұрған болуы мүмкін. Әртүрлі ситуация. Ол жерде маманы кінәлау емес, бұл жерде қыздар. Мамасы шаршап тұрған болуы мүмкін. Немесе оның бір ұстанымы болуы мүмкін. Ол бала ересек болу керек, ол өзі қалайда оны шешу керек, бәрін өзі істеу керек. Миы жетпесе де, жетсе де, екі алса да оны алсын деу керек. Сондай сенімде болуы мүмкін. Немесе вообще қақпайды математиканы, вообще кемшілігін көрсеткісі келмейді өзінің. Нарцисс. Өзі шешіп, өзі қатесін өзі көрсін дейді, сонымен қоя салады. Ауырып жатқан болуы мүмкін. Әйтеуір бір себептермен, дейікші. Сөйтіп бала көмектеспегенін көрді. Бар өзің шығар, соғанда мен жетпеді ма деп айтты. Сосын барады да шығарады, екісін алады. Есейді, ол бала ересек болды, ересек болып жұмысқа тұрды. Бастығынан өзі теориялық тұрғыда түсініп тұрған дүниені практикалық тұрғыда жасайтын кезде бастығынан сұрай алмай тұр.
мен оларға ақмақ болып көрініп қалуы мүмкін, мен неудачник болып көрініп қалуы мүмкін, мен өзімнің әлсіз тұсымды көрсетпеймін деп өмір сүруі мүмкін. Кез келген жағдаятта өзінің әлсіз тұсын көрсеткісі келмейді. Досына әлсіз тұсын ашып, айтып, нетсе, ол кішкене терапия алғандай өзі жеңілдеп қалушы еді ғой. Бірақтан ондай адамдар сол ситуацияда өздерін ашып көрсетпейді. Вот проблема. Көрдіңіздер ме? Бала күйдің қалай адамға әсерін. Енді келесі күй бізде ересек күйі, ата-ана күйі. Бірақ бала күйінен қалай шығамыз? Бала күйінен шығудың қажеті жоқ, тек қана сол бір күйде үнемі өмір сүру, вот бұл проблема. Вот бұл мәселеде қатты қарым-қатынаста қатты кедергі келтіреді. Жұмыспен қарым-қатынас, коллега, достар, жаңағы жарыңмен, жартымен, балаңмен бала болып қырылып отырасың ба мысалға. Сенің балаң 12 жасқа келді, уже ересек пен бала күйінің ортасында тұр, подростковый возраст дейді, жасөспірімдік шақ. Ол не ересек емес, не бала емес, өзі түсінбей жүр, и саған тіл қайтарып жатыр. Уже өз ойын, өз несін ересек екендігін дәлелдеуге тырысуда. Мен ересекпін деп, бірақ бала күйіндегі ата-ана не істейді? Менімен төбелеспе, жап аузыңды, үйтпе, бүйтпе, давай саған наказание, телефоныңды әкел, үйтпейт деген сияқты наказание бала күйінде береді. Өзінен жоғары болып кетеді деп баласынан қорқады. Көрдіңіздер ма? Баласы ересек болып жатыр себебі. Ол бала күйінде қалып қойған ата-ана. Бұл проблема сол. Бала күйі сізде керек, қандай жағдайда керек? Бала күйіміздің бір бізге керектігі бұл кез келген сәтте, мысалға қыдыру, ойнап күлу, көңіл көтеру сәттері мысалға, сол сәттерде бізге бала күйіміз осы қосылады, біздің бала күйіміз қосылады. Бала күйіміз арқылы өмірдің кішкене ләззатын, жақсы жақтарын, керемет сәттерін сезіне аламыз да, бала күйімізбен. Ойнап, көңіл көтеріп деген сияқты. Енді ішкі бала күйімізбен өзімізде жұмыс жасай аламыз. Бірақ уақыт керек, жауапкершілік керек. Үнемі сол бала күйде жүрген болсаңыз, мысалға проблема болса, қашып кету, қашуға тырысу, бір мәселе ренжіп қалу, немесе айғайлап кету деген сияқты дүниелер сізде көрініс тапса, сол бала состояниесіңізбен жұмыс жасауға болады. Одан қатты мүлде шығып кете алмайсыз, керек деп айттым ғой, бірақ жұмыс жасауға болады. Ең алдымен анализ жасаңыз. Қазіргі өміріңізде қандай контекстте сіздің бала күйіңіз шығып жүр? Мысалға, ересек болатын жерде, мүмкін сіз бала күйіңізбен көрініс тауып жүрген шығарсыз, өз-өзіңізбен, немесе ата-ана рөлі болатын жерде, сіз бала рөлінде болып жүрген шығарсыз. Бағана мен мысал келтіріп өткендей, баласымен бала сияқты ұрысып жататын ата-аналар бар. Неге тыңдамайсың мені, неге тыңдамайсың деп, кішкентай 1,5 жастағы балаға неге тыңдамайсың деп ұрысып жатады да. Ол кішкентай бала, сен ересексің деген сияқты бір таңғалып жатасың кейде. Сондықтан да анализ жасап, сол жерде тағы да бір ескеретін, ойланатын нәрсе, сіздер бала кезде егер бір қиындықтар, обида, ата-ана ренжіткен, немесе бір әпке ағаларыңыз ұрысқан кездер болса, болады ғой, әпке ағаларымыз ұрады ғой. Сондай сәттер болса, онда соны ойланыңыз. Мен ол кезде ойнай алмадым, себебі, үйдің үлкені болып ойнай алмаған болсаңыз мысалға. Себебі әпкем жібермей қойды, немесе өзіңіз әпке болсаңыз, мен себебі бала қарадым, мен ол кезде бара алмаған себебім, кружокқа бара алмаған себебім, мамам маған ақша бермеді. Сондай бір сезімдер болса, артқа тарту, өзіңіз артқа тарту. Алайда мен қазір ересекпін, сол кружокқа өзім ақы төлеп бара аламын, сол жерге өзім барып ойнай аламын қайтадан. Бір психологтар айтады, көбінде кеңес береді, барда сол бала кезінде ойнай алмаған ойыншықтарын сатып алып, бала кезде жей алмаған нәрсеңді же дейді. Алайда ол көмектеспейді. Ол бала күйіңізді жұмыс жасауға көмектеспейді. Сіз просто саналы ойланасыз. Ойланып, мен ол кезде бала болдым, қолымнан келмеді, ал қазір қолымнан келеді. Қандай нәрселер жасай аласыз. Ішкі состояниеңізге үңіліңіз. Мысалы, самооценкаңыз төмен болуы, бала кезіңізде сізді әкеңіз көп сын пікірлер айтқан шығар. Не
шиқылдап жылай бересің, или там не шашың алба жұлба, түрің онша емес деген сияқты нәрселер көп айтуы мүмкін. Қап-қара, немесе сап-сары деген сияқты. Сондай нәрселерді айтқан кезде сіз кішкене комплекс жасайсыз. Өзіңіздің сарылығыңыздан, өзіңіздің қаралығыңыздан, өзіңіздің бойыңыз кішкентайлығыңыздан, иә. Кішкентай кезден сол нәрсе қалып қойғаннан кейін. Енді керек. Мен ол кезде бала болдым, қазір ересекпін. Қазір өз-өзіме соның бәрін жасай аламын, өзгерте аламын, өзімнің күйімді өзім өзгерте аламын деген сияқты. Өзіңіздің сол состояниеңізді қазіргі комплекс, самооценка, анау-мынау бір жаңа жұмысқа тұрған кездегі проблемалар, соның бәрін өзіңіз өзгертуге шешім қабылдаңыз және соны әрекет етіңіз. Келесі біздің күйіміз ата-ана күйіміз, иә. Ата-ана күйіміз екі түрлі. Көбісте болады екен күйіміз. Біреуінде критика, талапшыл ата-ана болса, біреуінде түсінігі бар, қабылдай алатын, кемшілікті, қатені кешіре алатын, кешірімді, сондай мейірімді ата-ана күйі. Әркімде әртүрлі, бірақ көбімізде өкінішке орай критик ата-ана күйіміз көбірек рөл ойнайды іште. Білесіздер ме қыздар, бұл біздің ата-ана күйіміз көбінде ата-анамыздан бізге беріледі екен. Яғни біз ата-анамыздан нені көрдік, нені сезіндік, қандай травмалар алдық деген секілді соған орай ата-ана күйіміз шығып отырады. Мысалға, ата-анаңыз түсінігі бар, түсінетін, сізді қолдайтын, үнемі сізге қамқор болатын болса, онда сізде тиісінше өз-өзіңізге біріншіден қамқор қолдайтын, және өз балаңызға, айналаңызға сондай көзқараспен қарайсыз, ешкімге талап қоймайсыз, ешкімді сынамайсыз. Егер де критик ата-ана болған болса, онда сізде тиісінше, есіңізге алып көріңіз, сізде тиісінше өз-өзіңізге талапшыл, өзіңізге критик, прям айналаңызға да талап қоясыз. Соға күйге шықпаған қыздармен жұмыс жасаймын ғой көп. Сол қыздар былай айтады, ешқандай жігіт ұнамайды дейді. Яғни ол өзіне ішкі күйіне сұрақ қоя келген кезде, ол ішкі ата-ана күйі талапшыл, өзіне қатты талап қояды, өзіне қатты критика, өзі всегда жоғары уровенде жүру керек, всегда жақсы жүру керек. Және де жігіттерді сондай бір талаппен қарастырады. Көбінде ата-аналарда, мамашалар дейміз ғой, мамалар да, аналар да балаларына сондай талаппен қарайды. Неге елдің баласы еңбектеді, неге менің 5 айлық, 6 айлық балам әлі еңбектеген жоқ, неге менің балам тілі шыққан жоқ бұның деген сияқты, немесе ана балалар жақсы тап-таза, менің балам үнемі кірлей береді деген сияқты қатты бір аса талап қояды. Ол баланы дәл сол қалпында қабылдамайды. Баланың мінезі қырсық қыңырлығы болуы мүмкін, бұзықтығы болуы мүмкін, гиперактивный болуы мүмкін, немесе мүлде активный емес болуы мүмкін, мүлде ұялшақ болуы мүмкін, өз сондай темпераменттеріне сай болуы мүмкін. Сол кезде біз ата-ана күйіміз, сол кезде ана жаңағы баланы қабылдағысы келмейді. Және өзіміздегі де темпераментті, мысалға біреу қатты ұшқалақ, тез, холерик болуы мүмкін. Сол тезіне қарай мен ұшқалақпын деп өз-өзін жегді жеуі мүмкін. Немесе жай басар болуы мүмкін, флегматик, меланхолик болуы мүмкін. Соны да өзіне қатты талап қойып, өзінің ішінен жейді. Міне осындай ата-ана күйімізбен дұрыс жұмыс жасамасақ, көбінде осындай проблемалар туындайды. Ата-ана күйімізбен біз көбінде адамдарға спасатель рөлінде көрініс табамыз. Ақыл айтамыз, кеңес береміз, көмектесеміз, көмекке жүгіреміз. Егер де ата-ана күйіміз үнемі бізбен бірге болса, яғни үнемі шығып отырса, қарым-қатынаста, онда бізге көп кедергі келтіреді. Мысалға, алайық, күйеуімізбен делік. Күйеуімізге үнемі ақыл айтып, үнемі оған жөн сілтей берсеңіз, ол қарым-қатынасты әрине бұзады, иә. Ата-ана күйі балаға 7 жасқа дейін, то есть ата-ана сценарийі, өмір сүру сценарийі балаға 7 жасқа дейін сіңеді екен. Сол оны қабылдап сорып алады, түпкі санада жүреді, үлкенге ересек болған кезде оны шығарып отырады. Сондықтан да балаңызбен қарым-қатынаста өзіңізді ересек ретінде ұстасаңыз, өзіңіз оған қамқор бола білсеңіз, өзіңіздің өмірлік ұстанымдарыңызды дұрыстасаңыз, тәрбиеңізді дұрыстасаңыз, бала соны сіңіреді. Ал 15 жастан әрі қарай, 10-15 жастан әрі қарай ол әлеуметтік ортамен араласады, достарын авторитет тұтуы мүмкін, туысқандарын, жаңағы ұстаздарын авторитет тұтып, соларға қарай мінез құлқын өзгертуі мүмкін.
ата ана күйімізбен қалай жұмыс жасаймыз, анализ жасаймыз, қай жерде ата ана күйіміз болу керек, қай жерде болмау керек деген сияқты. Көбінде педагог, коуч, психологтар, әлеуметпен жұмыс жасайтын адамдар, социуммен жұмыс жасайтын адамдар ата ана күйінен үнемі шыға алмайды, үнемі сол күйде жүреді. Қайда барса да, қайда жүрсе де, және ол қарым-қатынаста қиналып жатады. Қанша жерден ол білімді болсын, қиналып жатады. Сондықтан біз ата ана күйімізбен дұрыс жұмыс жасаған кезде, қай жерде орынды қолданатынымызды білген кезде, онда бізге оңайырақ болады. Анализ жасап, қай жерде дұрыс емесін білеміз. Келесі осы күйге байланысты тапсырмамыз бізде сіздер өз ата-аналарыңыздың негативті, позитивті болсын өмірлік сценарийін жазыңыздар. Және сізге алатынына қараңыз, алмайтынына қараңыз. Соған қарай негативтерін алып тастап, өзіңізге керегін алып, және өз сценарийіңізді келесі бағанға жазыңыз. Міне осы күймен жұмыс жасауға көмектеседі. Өзіңізге самокритик болмаңыз, өзіңіз түсінуге тырысыңыз. Іштегі ата-ана күйі критик ата-ана болса, онда соны жақсы ата-ана күйіне алмасыңыз. Яғни, қателік жасауға барлығының құқығы бар. Бұл бірінші қателік, жарайды, екінші көреміз, үшінші көреміз. Барлық адам кемшілікпен жаратылған деген сияқты кешіріммен, түсіністікпен өз-өзіңізге қараған кезде, басқаларға да сондай. Окей, окей дейді ғой. Яғни, Эрик Бьорнның жаңағы теориясы бойынша, мен океймін, менде бәрі жақсы. Және, мысалы, менің пікірім, критик ата-ана күйіндегі адамдар мынандай келеді. Жоқ, сенікі дұрыс емес, менікі былай, негізі былай жасалынған, менікі дұрыс, осы дұрыс деп өзінікінің дұрыстығын қайта-қайта сихат ете береді. Жоқ, сен олай істеме деп. Досымен болсын, құрбысы кім болсын, солай өзінікін тыға береді. Ол оның басқа адамның өзінің ой пікірі бар, өзінің дұрыс ұстанымы бар, өз-өзіне дұрыс ұстанымы бар. Оған құқылы, әркім өзінің идеясымен жүруге құқылы. Әркім өзінің идеологиясымен жүруге құқылы, әркім өзінің құндылықтарымен жүруге құқылы. Біреудің құндылығы дәл сіздікіндей болмауы мүмкін. Сондықтан да, окей, мен осындай ойдамын, бірақ сенің де ойыңды құрметтеймін, сыйлаймын деп бастайсыздар. Егер сол өз-өзіңізге құрметпен, өзіңіздің құндылығыңызға құрметпен, өзіңізді түсіне білсеңіз, өзіңізді қолдай білсеңіз, онда бұл қиын болмайды. Ересек күйіміз біздің мына өзімізге өзіміз жауапкершілік алуға, самооценкамызды сау етуге, сау қарым-қатынасқа түсуге, өз өмірімізге анализ жасауға, және оның тығырыққа тірелген кезде, проблема болған кезде шешу жолын табуға көмектеседі. Ата-ана күйіміз бұл жерде өз-өзімізді кінәлап, проблема болған кезде не істедің, неттің, бүйттің ба, немесе жарайды, бопты деп қоя салады ғой. Ішкі күйіміз, бала күйіміз, не істеймін деп жылаймыз. Ал ересек күйінде, бізде мына проблема болды. Осы проблеманы пәленше арқылы былай шешеміз, былай жасаймыз, иншалла былай бітіреміз. Осылай проблеманы шешіп жатады ересектер. Мысалға, машинада келе жатсыз, машинамен отырған екен, есіме түсіп кетті. Машинада келе жатсыз, айдап. И түнк авария ма бірнәрсе болды, енді Алла сақтасын. Ол кезде ересек адам не істейді? Тыныш болады, тұрып, қарайды, анализ жасайды. Кім бұл, қалай болды бұл, кім бұл жерде дұрыс емес шекараны бұзып кетті, жаңағы жол жүру ережесін бұзды, кім не істеу керек, енді қалай төлем жасау керек, қалай кім өзінің жаңағы кінәратын кім қалай шешу керек деген сияқты проблеманы шешудің мәселесін қарастырады. Ал бала күйіндегі адам деп жылап отырады, рульді ұстап, аяқ-қолы дірілдеп, не істерін білмей, эмоцияға кіріп кеткен, эмоцияның бәрін шығарып жатыр, контроль жасай алмайды. Ата-ана күйі, ақымақсың ба, сен былай істедің, сен бүйттің, мен бүйткенде мен бүйттім, сен кінәлісің деп шығады да. Даже гаиге де өзін проф етіп, қалай да проф етіп көрсетеді. Негізі жол ережесі бұзылған кезде көбінде екі тарапта кінәлі болып жатады. Көбіған төлейін ба білмеймін, қалай жасауға болады деген сияқты. Егер бала күйіндегі адам кінәлі болып тұрса, қалып қашып кетеді, ол айдап қашып кетеді, немесе жылап отырады сол жерде. Міне, енді тағы да бір келесі мысалға, әйелдер, көбімізде әйелдер бала күйінде жүреміз, немесе ата-ана күйінде жүреміз. Мысалға, мына мысал, күйеуіне киноға барайықшы деді, күндіз. Күйеу жарайды деді. Сосын үйге келді кешке, екеуіне айтты, жаным давай киноға барамыз деп еді ғой, кеттік, жиналмайсың ба, не істеп отырсың, қойшы мен шаршап отырмын, ұйықтаймын мен деп несе, әйел айтады,
бала күйіндегі әйел бұлданып шығады. Міне болып өмірі осы, сен мені апармайсың, ананың күйеуі апарады, сен мені апармайсың деп солай жылап шығады. Ренжіп, истерика шығарып, үлкен шу шығарып жібереді, кішкентай нәрседен үлкен шу шығарып жібереді. Ата-ана күйіндегі, білбедім осылай жасайтыныңды, сен вечно осындайсың. Ана пәленшенің күйеуі апарғанды көріп едім, ол әйелдер айтып жатыр бір-біріне. Иә, мен үндей аған жоқпын, не деп айтам? Себебі күйеуім апармайды ғой, мені қолдамайды. Білбедім істетіңді, оңбаған, сен вообще осындайсың, өзің жауапкершілігіңді алмайсың, бүйтесің, в общем, солай критика жасайды. Ал ересек күйдегі сол кезде ситуацияда ересек күйіңіз шыққан кезде, әр ситуацияда әр күйіміз шығып отырады екен да. Ересек күйіміз шыққан кезде бізде мынандай реакция болады оған. Бармайсың ба? Шаршап отырсың ғой, жақсы. Онда рұқсат берсең, мен өзім ана пәленшемен, Фатимамен барып кетсем, ініммен барып кетсем, анаумен. Жарайды, бүгін кеш болып кетті, алдын ала пландамадық, оған айтып қойған жоқпын, оның жеке шекарасы бар дегендей. Давай, онда мен ертең сон пәленшемен барып кетсем. Жақсы. Өзім-ақ барып көңіл көтеріп келемін, мен ода тұрған ештеңе жоқ. Сен шаршап тұрған екенсің, жақсы. Яғни, окей, бағанағыдай. Ты окей. Все, проблема жоқ. Ол шаршап қалды шынымен де. Адам баласы болғаннан кейін кешке жақпай қалып мүмкін баруға. Және сенің қалауыңмен ол баруға міндетті емес, өзі қаламаса бармасын. Ал сен өз қалауыңды өзің толықтыруың керексің. Яғни ересек адам өзінің қалауын өзі жасайды, өзінің қалауын өзі істеп алады. Мысалға, сен маған киім әпермедің, сен маған көйлек әпермедің, қашан киім әпермедің дегеннің орнына қалайда ақша тауып киім алыңыз өзіңізге. Критиковать еткеннің орнына өзіңіз әрекет етіңіз. Немесе әдемілеп ересектерше сөйлесіңіз. Сен, давай, мен осылай үйде отырмын, қаржы таппай. Және сен оған ислам шеңберінде сен оған қарсылық білдіріп отырсың. Жарайды, дұрыс, үйде әйелдің отырған дұрысырақ. Бірақтан сен менің қажеттілігімді қамтамасыз етуің керексің ғой. Солай ғой. Онда маған осылай көйлек әпер. Осылай көрдім көйлекті деген сияқты. Енді ересек болу үшін біз тапсырмалар орындаған кезде қатты қиналамыз қыздар. Себебі ересек болудың ең алғы шарты бұл жауапкершілік. Және анализ жасау. Әр күйіне, әр ісіне, әр ситуацияда. Так, мына адам маған не айтып отыр? Бұл адам менен нені қалайды? Мен оған не айтуым керек? Мен бұлай айтсам қалай болады екен? Бәрінде анализ жасап жүрсің. Басың алып кетеді кейде ше. Сондықтан да бәрінде анализ жасаңыз, одан кейін адамдар көп жиналатын жерге барып зерттеңіз. Мына адам бала күйінде болды, мына адам ата-ана күйінде болып жатыр. Ерлі-зайыптылар кетіп баратса, күйеуі әйеліне ұрсып жатқан болуы мүмкін. Жүрмейсің ба, тез болсайшы деп. Ол ата-ана күйінде. Әйелі күйеуін ұрсысқан болуы мүмкін. Қалың киінбейсің ба, не түрің мынау? Қалың киінсе бар деп. Ол ата-ана күйінде. Немесе әйелі ренжіп бұртиып жатыр, барайықтан деп мысалға, еркелеп. Вот бұл бала күйінде. Вообще солардың бәрін зерттеңіз. Игровой площадкада ата-аналар жүреді ғой. Қарап отырыңыз, так, мына баласымен ата-ана күйінде сөйлесіп жатыр, мына баласымен ересек күйінде, мына баласымен бала күйінде сөйлесіп отыр ғой деген сияқты ше. Баласы бала болып ойнаса, оны бала ретінде көрмей, баланы ұрсып жатады да баламен. Ей, не істеп жатсың деген сияқты әрекеттер істеп жатады. Сондықтан да соған мән беріп, осы тапсырманы орындаңыз. Видеоны соңына дейін қарағаныңызға Алла разы болсын, көп рахмет. Егер де жеке кеңесті алуды қаласаңыз, менің Instagram парақшама жазыла аласыз. Немесе комментарий арқылы өз номеріңізді қалдырсаңыз болады, мен сізге жазамын. Амандықта, саулықта каналымда жүздескенше, тағы да сабақтарды көруге тырысыңыз. Пайдалы дүниелер өте көп. Каналымна подписка жасаңыз, лайк басыңыз.